Сәлем достар, қалайсыздар? Біз қазір біздің үйіміздің төбесінде чердак бар. Яғни чердак өздеріңіз білесіздер ғой, үйдің крышасы. Сол жаққа қазір біз шығып самый экстремалды видео түсірейін деп тұрмыз. Біз ол жаққа мүлдем шығып көрмегенбіз, бірақ бүгін бірінші рет шығып көрейін деп жатырмыз. Қыздармен өте қорқынышты болайын деп тұр, сол үшін бізбен бірге болыңыздар. Біз кеттік. Мына жақта мынандай лестница бар бізде. Осымен шығамыз. Мына жақта қараңдар. Мына жақтың лестницасы, мына жақ уже до конца соғылмаған ғой. Мына жерде екі лестница, екі ағаш болса, мына жақта бір ағаштан да, бір ағаштан, сол үшін бұл жақ өте экстремалды болайын деп тұр. Мына жаққа шығуымыздың өзі, жоғары қарай шығуымыздың өзі проблема болып тұр бізге. Қазір енді жаймен еңбектеп шығатын шығармыз, асылым. Тапочка түсіп кетті ма? Енді қайтадан батысып алып кел бар. Сонымен қазір енді шығамыз, достар, жоғарыға. Давай бүйтеміз ба, еңбектеп шығамыз ба? Иә. Мен қорқып тұрмын ба, түзу шыққанға. Сендер еңбектеп шығасыңдар ма? Негізі мына жақта бір 3-4 ступенька ғана андай біреуден да, ары қарай уже екеуден болып кеткен. Сол үшін қазір шығып көреміз енді. Давай сен. Давай, асылым, сен шықшы бірінші. Абайлап, ана арасынан түсіп кетпей, мына жақ опасно екен, көрдің бе? Мына жер опасно екен, самый абайландаршы. Жаймен мініңдер енді. Достар, мен лучше бұл қатысыма қоямын. Қатысу, бізді экстремалдығы түсіріп жатырық қой. Бізді көріп жатқан көрермендер үшін біз самый экстремалды видео түсіріп жатырмыз. Енді жаймен мен артынан келесіңдер ма? Қазір мына жақта кішкене мен көмектесіп жіберейін, достар. Давайте. Давай, Еркеназ. Ну не сен тұра тұр, мен Еркеназды жіберіп алайын. Еркеназ, жаймен аттаға бір-бірлеп атта. Абайла. Тоқта. Құлақ қамаш, тоқтан. Достар, міне Асылым мен Еркеназы уже мініп алды. Мен кішкене көмектесіп жібердім Еркеназға. Енді мына жақтан маған мөриді алып келу керек. Бірақ мен өзім қорқып тұрмын, потому что мына жақ өте қорқынышты. Достар, Асылым, Нұрайым, біз жеттік уже бәріміз. Өте қорқынышты. Төбесіне мініп алдық. Ал енді дальше кетеміз. Мына жақта біздің чердак. Ама өзіңе Ойбай, қолданып тұр ғой мынау. Мына төбесіне, достар, мынандай несі бар екен ғой. Осыны ашайық. Артқа құлап кетпеңдер, Тыныш тұрыңдар, артқа қарай құлап кетпеңдер. Мына ашылды. Ашуын қарсыңыз үштіздір, қорқып тұр қошуын. Қараңыздар, достар, мына жақта біздің крыша. Абайла. Мыналар уже жылайын деп тұр. Давайте, жаймен жүреміз, аха. Қараңыздар, достар, мынандай біздің чердак. Бұл жоғарыдағы. Енді осының ішін көргіміз келіп, қашаннан бері осының ішінде видео түсіргіміз келіп, Асылым қайта айтып, мамам, осы жаққа кіріп көрейікші, видео түсірейікші осында деп. Кең деп іші көрейікші деп қоймай қойды. Сонымен біз бүгін түсірейік деп шештік. Ал жүріңдер, ал енді алға қарай шығыңдар енді. Жүріңдер, жаймен жүріңдер, Яқта біздің елка. Негіз, Асылым, мына жақта бір адамдар қонып жүретін сияқты, Өйткені яқта көп заттар жатыр. Достар, көбісі айтатын, осындай чердакта біреулер өмір сүреді. Не өмір сүреді сонда? Елес сияқты. Елес болады деймі? Зомби сондай ше. Зомби сияқты, елес сияқты адам болады деймі ішінде. Көрекші. Асылым, қашана баклажкан. Бір су ішкен сияқты болмақты, Достар, көбінесе бұл жерде адамдар тұрады. Яқта біздің Еркеназ жаман қорқып жүр ғой. Қараңыздар, достар, яқта баклажка тұр. Су ішкен сияқты. Яқта шынымен елес бар ма, Асылым? Біреу адамдар қоятын сияқты. Қараңыздар, достар. Аяқ киімдері, ыдыс аяқтар жатыр. Сонан яқта тамақтана ма? Жаңағы елес? Достар, негізінде елес деген өтіріктен елесін. Шын ба сонда? Шын бес өтірік. Қойшы.
иә елес бар ма жоқ па? бар Елес бар ма? иә енді апасы атасы прям жасайды ғой сіздер Мына может жылан да бар шығар? қалай ойлайсыздар елес бар ма әлде жоқ па мен бар деп ойлаймын Комментарийға жазып кетіңіздер достар. жоқ Еркена деп жоқ деп ойлайды елес, асылым елес бар деп ойлайды. сенен кішкентай Нұрай, сен не деп ойлайсың? мен елес жоқ деп ойлаймын Жоқ деп ойлайсың ба? Ал достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Астына комментарийға жазып кетіңіздер. Елес бар ма әлде жоқ па? Қалай ойлайсыздар? Меніңше, менің ойымша елес жоқ. Бірақ мына жақты қарасам бір как будто елес бар сияқты. Мына қазір жүрміз ғой мына жақта. Бір адам тұратын сияқты мынаның төбесінде, как будто бір адам өмір сүретін сияқты. Біреу өмір сүретін сияқты. Мына жақта терезе. достар елестер әр жерге ұшып жүре береді сол үшін бұны Олар жерде өмір сүрмейді, мынаның төбесінде ұшып жүріп өмір сүре ма? иә Сонда? өйткені бұл жерде сол үшін несі жоқ қой не басқан ізі Олар ұшып өмір сүре ма сонда? Еркеназ, қорқпайсың ба, Еркеназ? Мен жүруге қорқып тұрмын, бұлар оза ана жаққа дейін кетіп қалған ғой. Мен қорқып отырмын. Мен қорқып отырмын, асылым кеттіге қорқынышты екен. Ана жақта тағы скрытый бір комната сияқты, ана жақта бір не бар екен ше? Ана жақта бір скрытый комната сияқты бар екен. Может, елес осы жақта бір жерінде тұратын шығар, өмір сүретін шығар. Қарашы, бір нәрсе ұшып жүр ана жақта. мына елестің несі ау деймін Бірдеңелер бар, мен денем бәрі тітіркеніп кетті ғой, мен қорқып отырмын что-то қыздар. Асылым Еркеназ қашты. Еркеназ тоқта. біреу көрдім Қылмашы, жынды. осы жерге қайтты Енді сен не енді елес бар ма жоқ па? Мына жақта бір жоқ шаң ба, бірдеңе ұшып жатыр негізі. Елес бар ма енді жоқ па, қалай ойлайсыңдар? Мына жақта қараңыздаршы. Біреу жатқан сияқты ма ана жақта, мама? біреу жамылып жатқан сияқты сіздер қараңыздаршы ана неге Мама, қорқыныштан жерде біреу жатқан сияқты ше. Мамочки. Абайла, қойсын тоқта, Абайла. Қойсын тоқта. Қойсын. Ана жақтың бәрі ағаш. Біреу отын жағып, мына жақта. Біреу тамақтана ма, тамақ істеп ше ма. Сондай сияқты неғи, иә? Что-то, иә? Қыздар, иә? Мамочки, нақты біреу жүр ғой, елес. Елес. Асылым тоқта, Еркеназ тоқта, құлайсың. Асылым қаяқта, асылым қойып кетті ғой. Асылым қойып кетті ғой, Еркеназ. Тоқта, құлайсың. Мама. Достар, біз қашып шықтық мына жақтан. Что-то біреу жүрген сияқты нақты ма? Асылым сен ғой, Қашан жүргесін, басыңа киіп. анақта бір тұр екен соны көріп Жерде жатқан жаба салдың ба үстіңе? иә Может, ол не қылған шығар? Елестікі шығар бұл жамылып жататын. Несі шығар, тастай жынды. Тастасай жерге. Жынды ма? достар кеттік Елестің жамылып жататын несі шығар? Ол көрпешесі ма? Не нәрсе өзі? Ана көрдің ба? Қан сияқты анау ма? Не жамылып алғансың өзің? Қуат келсін сен не асың? қарамай ойласам Қорқама сен де, Абайла. Бізде мына жақ мынандай ғой, қорқынышты. Мынау сонда елестің жамылып жатқан несі болды ма сонда? Жамылатын бір несі болғаны ғой сонда, иә? Жамылғысы ма болған ғой сонда, иә? Қалдай? бір адам тегенде сосын Бір адам тегенде жеп достар қойған мен ба? білем мына жерде осындай кір жерлерде тышқан жүреді Тышқан еще жылан да болады бұл жақта. Біз неғып кірдік? достар Жаман жерде жүрдік қой. достар айттық қой экстремалды Короче, бізде осындай біз кіріп шықтық, достар. Бірақ өте қорқынышты болды біз үшін. Так, біз енді осы жерден шықтық, чердактан шықтық. Қазір бізге өте қорқынышты болды. Ал енді біз енді қазір осымен аяқтаймыз біздің видеомызды. Ешқашан үйлеріңіздің ішіндегі чердакқа кірмеңіздер. Достар, ешқашан кірмеңіздер, ол өте қорқынышты. И жазып кетіңіздер, сіздерде де осындай чердак бар ма? Ол жаққа кіріп көрдіңіздер ма? Қалай болды? Қорқынышты болды ма? Сосын осындай чердактарда елес өмір сүреді дегенге сенесіздер ма, сенбейсіздер ма? Пока, достар, сау болыңыздар.